Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз бекіту. Бірінші тапсырмада бізде баған түрінде есептеу керек. Бұл есептер 131-ші сабақта өткен есептерге ұқсас. Мысалы, 640-ды 2-ге бөлген кезде бізде 2 6-ның ішінде 3 рет болғасын 3-ті мында жазып қоямыз. 6-дан 6-ны азайтамыз, кейін мына жердегі 4-ті түсіреміз. 2 4-дің ішінде 2 рет болғандықтан 2-ні мында жазып қоямыз. 0-ді 1-ден мында жіберуге болады. Дәл солай барлық есептерді шығарып шықтым. Түсінбеген жерлеріңізді қарап алуға болады. Ал енді шыққан сандарды өсу ретімен орналастырамыз. Жауабы Мариям Хакімжанова. Ал екінші есепте осылай түсінікті етіп жаздым. Бірінші көбейту немесе бөлуді, одан кейін қосу немесе азайтуды орындап, 4 есепті шығардым. Сіздер осыған қарап шығара аласыздар. Мысалы, бірінші есебінде 220 мен 2-ның көбейтіндісін орындаймыз. Сонда 440 шығады. Одан соң бөліндіні орындаймыз. 280-ді 8-ге бөлгенде 110 шығады. Одан соң осы көбейтіндінің жауабын және бөліндінің жауабын азайтамыз. Яғни 440-ті 110-ын азайтқанда 330 шығады. Қалған 3 есепті де дәл осылай орындаймыз. Ал үшінші есепте мәтінді есепті осылай шығарып бердім. Осыған қарап шығара аласыздар. Ал төртінші есепте тек қана шешу мен жауабын орындадым. Осыған қарап шығарсаңыздар да болады. Бесінші есепте 3 сұрақ құрастырдым. Сіздер де осылай құрастыра аласыздар. Сырымның отбасы Әлияның отбасынан гөрі қанша литр кем жұмсайды? Екінші, Әлияның отбасы ең аз суды неге жұмсайды? Үшіншісі, Сырымның отбасы ең көп суды неге жұмсайды? Ал алтыншы есепте менің осы есепті шығару жолымды қарап шығарсаңыздар болады. Мысалы, бұл жерде 930-ды бірінші 3-ге бөлеміз. Одан кейін 8 пен 9-ды көбейтеміз де екеуінің шыққан жауаптарын бір-біріне қосамыз. Міне сонда жауабы 382 шығады. Оны төбесіне жазып қойдым. Мына жерде де бар. Енді келесі өрнегіміз 930 бөлінген 3 қосылған 56. Ең алдымен 930 пен 3-ті бөлеміз. Одан соң 56-ны қосамыз. Сонда 366 шығады. Бізде 382 көп па, әлде 366 көп пе? 382 көп, сол үшін де осылай белгілейміз. Жетінші есепте теңдеу шығарамыз. Ең алдымен 787 мен 347-ні азайтамыз. Сонда 440 шығады. X-ті жазамыз да 440-ты 4-ге бөлеміз. Сонда 110 шығады. Одан соң астын сызамыз да тексереміз. 4-ті жазамыз, көбейту X-ның орнына 110-ды қоямыз. Мына X-ның орнына біз 110-ды қоямыз. 487 азайтылған 347, 340-тен 440. Ол теңдеуді дұрыс орындағанымызды көрсетеді. Мысалы 440-ты мен мына жерден алдым. Себебі ол 87 мен 347 сандарының айырмасының мәні. Ал 8-ші есепте осылай орындаймыз. Менің бүгінгі сабағым ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.